Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін сіздермен осындай өте дәмді ватрушка пирогын жасайтын боламыз. Ол үшін біз формамызды алдын ала дайындап қоямыз және де пешті 180 градусқа қыздырып қоямыз. Одан соң айран мен соданы бірге қоссақ, осы массамыз көпірши бастайды. Содан кейін біз жұмыртқамызды жарамыз, араластырмай бірден қантты қосып жібереміз. Одан соң барып барлығын жақсылап араластырамыз. Сосын ванилин қосамыз, май қосамыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Ең соңында онды електен өткізіп қосамыз. Сонда біздің пирогымыз өте жақсы көтеріледі. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін сүзбемізге жұмыртқамызды жарамыз, қант қосамыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Сүзбенің қатты езудің қажеті жоқ. Дайын болған массамызды формамызға құямыз. Құйып болған соң десертная ложканың жартысымен видеода көрсетілгендей сүзбемізді бір-біріне жақын етіп саламыз. Сосын 180 градуста 30-35 минутқа жібереміз. Оның пісу уақыты сіздердің пештеріңізге байланысты. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Кескен кезде осылай көрінеді. Жұмсақ әрі өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер.